бар әлемнің сағаттары, 12-ні күтер қалмай тағаттары. Құстай ұшып қырау шалған қанаттары, құтты болсын жаңа жыл барша қауым. Ал құрметті балалар, жаңа жылдық мерекелік кешіміздің сәнін келтіру үшін бізге шырша жанына кім жетіспей тұр? Кім? Жарайсыңдар. Олай болса дауыстап Аяз ата мен Ақшақарды бірге шақырайық, қане. Аяз ата, Ақшақар. Аяз ата, Ақшақар. Аяз ата, Ақшақар. Жарайсыңдар. Бағысымыз қайда біздің? Армысыз Аяз ата, ұзақ жолдан қош келдіңіздер Ақшақар. Мінеке балалар, көрдіңдер ме? Аяз атамыз біздің кешімізді тамашалауға, сендерге өз сыйлығын беруге келді міне. Ал Аяз атамызбен бірге кім келді? Қараңдаршы. Кім келді? Ақшақар келді. Келесі алда келе жатқан жаңа жылымыз Қоян жылы келді. Көрдіңдер ме? Ал осы бара жатқан қандай жыл? Барыс жылы. Жарайсыңдар міне. Барыс жылы. Ал Аяз ата, балаларға өз тілектеріңіз болса. Саламатсыңдар ма балалар? Саламатсыздар ма ұстаздар? Биылғы жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Сіздерге денсаулық тілеймін, мол бақыт тілеймін. Еліңізде берекелі күн бола берсін. Балалар, көңіл күйлерің қалай? Керемет. Армысыңдар менің ақылды да өнерлі балғындарым. Бізге арнаған өнерлерің болса көрсетіңдер. Әсем ән айтып би-билеңдер. Тақылдаған таңдайларыңмен тақпақ айтыңдар. Аяз атаның дорбасында барлығыңа жететін сыйлық бар. Мен ақ қоянмын, аппақ қарға бояндым. Бүгінгі биылғы жаңа жылды менімен бірге қарсы аласыңдар. Келісесіңдер ме балалар? Қане өнерлеріңді тамашалайық. Ал балалар, мен қандай жылмын? Барыс жылмен енді биыл қоштасамыз. Ал биылғы жыл сендерге тек қана қуаныш, бақыт алып келсін. Және де тек қана денсаулықтарың мықты болсын. Ендігі келе жатқан Қоян жыл өте керемет жыл болсын. Сен мысыққа ұқсайсың ғой? Мен сияқты құйрығың бар ғой. Балалар, ал енді біз шыршамызға қараңдаршы. Шыршамыз бұдан да әдемі бола түсу үшін не жетіспей тұр шыршамызға? Жану керек қой шыршамыз. Төбесіндегі жұлдызы жану керек шыршамыздың, е? Айтайықшы қане. Қуан бізді таңырқап, шыршамызды жарқырап деп айтайықшы. Қуан бізді таңырқап, шыршамызды жарқырап. Қуан бізді таңырқап, шыршамызды жарқырап. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Енді біз Аяз атамызға өз өнерлерімізді көрсетіп, Аяз ата қоржынындағы сыйлықтарды алуға дайынбыз ба? Жарайсыңдар, олай болса көңілді өз өнерлеріміз көрсетуге дайын отырыңдар. Ал қазіргі кезекте оңалту орталығымыздың директоры Берік Сейдоллаұлына сөз кезегін береміз. Құрметті біздің оңалту орталығынан қызмет алушы балалары, сендерді бүгінгі
келіп жеткен жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әрқашан осылай көңілді, денсаулықтары мықты, үлкен азамат болып өсулеріңе тілектеспін. Әр мақсаттар қойылады, сол мақсаттарға жетуге тілектеспін. Үлкен азамат бола беріңдер. Осы орайда біздің осы орталықтың тәрбиешілеріне және мамандарына алғысымды айтамын. Осыншама мынау шырша, безендіру жұмыстарын жасап, балдарға жақсы көңіл күй сыйлап жатсыздар. Сондықтан еңбектеріңізге табыс тілеймін.